Баршаңызға қайырлы күн. Дәмдісін-ай. Бестің шайына жасауға болатын, бір жасағаннан-ақ шығатын күшті құймақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге осындай шұңғыл ыдысқа 2 жұмыртқаны жарып алу қажет болады. Және де бізге венчик қажет болады. Миксермен емес, венчиктің көмегімен араластыра берсеңіздер болады. 2 жұмыртқамыздың үстіне 3 ас қасық қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Егер де сіздерге бұдан да тәттірек құймақ керек болатын болса, 4 ас қасық қылып көбейтіп салсаңыздар болады. Оның үстіне жарты шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін бізге 200 грамм ұн қажет болады. Ұнның барлығын бірден салып жібермейміз. Яғни осылай електен өткізіп, кішкентайдан бөліп салатын боламыз. Осылай жақсылап араластырамыз, іртік қалмауы қажет. Одан кейін, ұнды салғаннан кейін, жылы сүт, алдын ала жылытылған сүтімізді құйып, салқын болмауы қажет сүт. Осылай жақсылап араластырамыз. Яғни, ұнды да сүтті де бірден құйып жібермейміз. Осылай ұн, сүт деп кезек салып араластырып тұратын боламыз. Яғни, әр қайсын салғаннан кейін жақсылап араластыру қажет. Ешқандай іртік қалмайтындай болу қажет. Міне сүтіміздің қалғанын құйып, осылай жақсылап тұрып араластырамыз да. Оның үстіне сарқылдап қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Міне осылай жақсылап араластырамыз да. Оның үстіне 3 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Міне біздің құймағымыздың массасы дайын болды. Міне осындай сұйықтықта болу қажет. Егер енді ұнға байланысты кейбіреулеріңізде қоюлау болып кетіп жатса, қайнаған суды тағы да кішкене қосуларыңызға болады. Яғни 200 граммнан бөлек. Осылай табаны қыздырып, майлап аламыз да. Осылай айналдырып, табаның барлық бетіне құйып, осылай жақсылап пісіріп аламыз. Бір жақ беті қызарып, пісіп жатқан кезде, шеттері қызарып көріне бастаған кезде, осылай шетінен көтеріп, екінші жағына аударамыз. Екінші жағы да жақсылап пісуі қажет. Отымыз орташа отта тұрады. Немесе сәл жоғарырақ қойсаңыздар болады отты. Міне осылай құймақтарды бірінен кейін бірін құйып, осылай әдемілеп пісіріп аламыз. Міне түсі осындай болу қажет. Бір жақ бетінің, сол кезде аудара бересіздер. Құймақтарымыз өте әдемі, дәмді болып шықты. Енді осы құймақтарымызды орап көрсетейік. Сгущенканы арасына жағып, міне осылай орасаңыздар өте дәмді, өте әдемі болып көрінеді. Сгущенкамен өте дәмді болады, білесіздер. Арасына любой начинканы салсаңыздар болады. Творог, бананмен салсаңыздар болады. Әр қайсыңыздың өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Варенье, джем қолдануға болады. Міне осылай әдемілеп тарелкаға орналастыра береміз. Өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай орай бересіздер, неше түрлі қылып. Және салмаларыңызға да байланысты болады ол. Бізде міне балаларым да, күйеуім де сгущенкамен ұнататын болғаннан кейін, міне тек қана сгущенкамен істедім. Сіздер де істеп көріңіздер. Сәттілік ас болсын.